Баршаңызға сәлем, есімім Назира, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балықты духовкада пісіру рецептісін көрсететін боламын. Ол үшін маған бір балық, менде карась, ішін сыртын тазалап, екі жағынан кесіп дайындап аламын. Сосын маған 4 жуа керек. Жуаның размері үлкен болса, сіздерде 2 жуа қоссаңыздар да болады. 4-5 картоп, осылай көбеттеп турап дайындап аламын. 2 қызанақ. Қызанақты да турап дайындаймын. 3 бөлік сарымсақ қажет болады. Осылай бәрін турап дайындап аламын. Және протеинді сұйық маймен майлап, ішіне балығымды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш сеуіп, тұздап жарты сағатқа қойып қоямын. Сосын балықтың сыртына ішіне жағатын маринадымды дайындаймын. Ол үшін маған 2 қасық сұйық май, балық дәмдеуші, паприка, чеснок, лимон соғын сығып, бәрін араластырып, балыққа осылай жағып, ішіне сыртына бүкіл жеріне маринадтап қойып қоямын жарты сағатқа. Видеомды соңына дейін қарап, келесімен рецепттерімді жіберіп алмас үшін парақшама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Осылай жуаны саламын жан-жағына, сосын картопты салам, сосын үстіне қызанақты. Және арасына лимонның бөліктерін тығып, ішіне укроп салып, бетін жауып, духовкада 180 градуста 30 минут пісіріп аламын. Және бетіндегі фольгасын алып, тағы да 15 минутқа 180 градуста 15 минутқа тағы салып пісіріп аламын осылай. Мінекей мен балығым дайын болды, өте дәмді болады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Өте дәмді болады. Сау саламатта болыңыздар.